Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын мини пиццалар жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: апара үшін сүт, дрожж, қант, ұн, қант пен тұз, су және де жылы сүт. Аз мөлшердегі жылы сүтімізге дрожж пен қантты қосып араластырып, кішкене уақытқа көтерілгенше қоя тұрамыз. Жылы сүтіміз бен суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Одан кейін қант пен тұзды қосып, ерігенше араластырамыз. Көтерілген апарамызды қосамыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салып, қамыр нейлейміз. Дайын болған қамырымыздың үстіне ерітілген сары майды қосып, тағы да илейміз. Егер де май қосқаннан кейін қамырыңыз сулы болып тұрса, онда үстіне тағы да ұн салып жіберсеңіз болады. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз бір көтерілгеннен кейін оны кішкентай 80 граммдық шариктарға бөліп, тағы да демалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге қияр, колбаса, сыр және де соусына майонез бен кетчупты араластырып қосатын боламыз. Колбаса мен қиярымызды көбіктеп турап аламыз. Сырымызды теркадан өткіземіз. Екінші рет көтерілген қамырымызды үстінен басып, енді соусын жағамыз. Салмаларын салып шығамыз. Бетіне теркадан өткен сырымызды қойып, 200 градуста шамамен 20 минуттай пісіріп аламыз. Яғни өзіңіздің газыңызға қарайсыз, бұл жерде қызару керек. Мінекей біздің өте жұмсақ, дәмді мини пиццаларымыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және де астарыңыз дәмді болсын.